Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен бүгін сіздермен өте нәзік үлпілдек лимон пирогымен бөліскім келіп тұр. Видеоның соңына дейін қараңыздар, сіздермен бөлінеміз. Пирогымен осындай 24 сантиметр диаметрде жасайтын боламын. Ол үшін бізге керегі лимон цедрасы. Лимон цедрасы дегенді көбісі білмей жатады. Негізінде мен де басында білмегенмін, ол не деп. Содан кейін лимонный кислотамен шатыстырып жүретін мен басында. Сосын интернеттен қарап көрсем, лимон цедрасы осындай екен. Ол лимон цедрасы деген осы лимонның қабығы. Оны теркадан өткізіп аласыз, майда-майда теркадан. Және лимон соғы керек болады. Лимон соғын тоже неге құйып алдым кішкене. 4 жұмыртқа, 270 грамм ұн, 170 грамм қант керек болады, және 200 грамм май керек болады. Майымызды қатты ерітпейміз, және қатты болып тұрмау керек. Комнатный температурада болу керек. Алдымен біз 4 жұмыртқамызды қантпен араластырып аламыз, миксермен жақсылап тұрып. Біздің қантымыз бен жұмыртқамыз осындай аппақ үлкен үлпілдек болып шығу керек. Сол кезде біздің тестамыз көтерілетін болады, және бөлме температурасындағы майымызды саламыз. Және тағы да араластырамыз миксермен. Лимон цедрасы мен лимон соғын құйдым. Енді қазір салдым, то есть енді қазір тағы да миксерлеп аламын. Содан кейін ұнға разрыхительді араластырып, бәрін бірге миксерлейтін боламын. Осылай бөліктеп ұнымды салатын боламын, себебі маған осылай ыңғайлы. Қазір барлығын араластырып алғаннан кейін тағы да миксермен бір айналдырып өтетін боламын. Мен формама астына пергамент қағазын жабыстыратын боламын. Мен осылай. Енді формама пирогымды салатын боламын. Біздің пирогымыз дайын болды. Мен бұның үстіне сахарный пудрамен сеуіп сәндедім. Енді қазір кесіп көреміз. Кесілгенде өте нәзік әрі тез кесіліп жатыр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кеңес беремін, 100% күшті болып шығады дегенге. Үлпілдек болып, әдемі болып шыққан.